Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қазіргі таңдағы нәзік, әрі жұмсақ, керемет болып шығатын және қазіргінің трендіндағы біз тарыдан жасалған десертін жасайтын боламыз. Ең алдымен біз қазір қайнап тұрған ыстық суымызға тарымызды 2 рет жуып аламыз. Содан соң үстінен тағы қайнап тұрған сүтімізді құйып, жарты сағатқа бұқтырып қоятын боламыз. Жарты сағат өткенге дейін біз араластыратын салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 1/1 сгущенканың үстіне қаймағымыз бізде 20% болу қажет. Екеуін араластырып, үстінен тарымызды қосамыз. Тарыны жаңа көріп өткендеріңіздей бұқтырылған кезінде сондай болып тұрады. Егерде түбінде кішкене сүті қалып кеткен жағдай болатын болса, онда сүтін бөлек алып қойыңыздар. Өйткені ол сүті көп болып сулы болып кетуі мүмкін, сондықтан да сүті артық болып жатса алып тастағандарыңыз жөн. Мінекей біз барлығын араластырып, үстіне қазір тарымызды қосамыз. Қыздар, сіздер де жасап көріңіздер. Енді дәмі деген сіздерге айта алмаймын. Өте дәмді, ерекше. Әсіресе қазіргі кезде біз ауызашарға немесе сәресіне ішсек те болады. Бұл бізде өте тойымды, керемет болып шығады екен. Сіздер де жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Менің рецептім бойынша жасауды және де ұмытпаңыздар. Мінекей қыздар, өте дәмі ерекше және де ұсынғанда да дастарханда әдемі болып көрінетін біздің тарыдан жасалған десертіміз дайын болды. Егерде сіздер салқындатып жегенді ұнататын болсаңыздар, алдын ала 1 сағатқа морозильникке қойып алсаңыздар, дәмі ерекше болады екен. Салмастан бірдестен жей берсеңіздер де болады. Барлықтарыңызға да ас болсын. Менің видеомды қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар.